Түнек басқанда күндізімізді екеуміз бір жарық шаша алмадық. Шын сүйдік жүректен бір-бірімізді, амал не тағдырдан аса алмадық. Жастамды көзімнен есіме түссе, үмітім үзілді күн өткен сайын. Ешкімді ешкімге қоспайды күшпен, түсінсе көңілмен сезімнің жайын. Жазғаныңа тағдырдың амалсыз бағындың ба сен? Көздеріңнен жас тамып амалсыз сағындың ба сен? Сағындың ба сен? Жазғаныңа тағдырдың амалсыз бағындың ба сен? Көздеріңнен жас тамып амалсыз сағындың ба сен? Мүмкін емес. Мадияр, бәрі дұрыс па? Дәрігер не деді? Үйге барған соң сөйлесеміз. Иә, үйге барайықшы. Мен де қатты шаршадым. Қызым, бір мен тұра тұр, Шәкеңмен сөйлесіп алайын. Дария, айыру шаршады. Қарны да ашты. Үйге қайтайық. Мадияр, сен менен бірдеңе жасырып тұрсың, жүрегім сезіп тұр. Не деген түсінбейтін адамсың? Айттық қой, үйге барған соң сөйлесеміз. Жақсы, мен такси шақырайын. Не істеп жатсың, балапан? Не көріп жатсың? Қайным, Ау. тамақтарыңды дайындап қойдым. Рахмет жеңше. Енді сіз Мадиярғалар келмей тұрып тез кетіп қалыңыз. Қонақ болғасын, тамашасап әуре болмай қойсын деген ғой. Дұрыс қайным. Қонақты сыйлау керек. Оның үстіне мен де Дариямен отырып жақсылап таныса алмадым. Онда сіз кешірек келсеңізші үйге. Сіздің фирменный шайыңыз ішіп отырып, жақсылап отырып танысамыз ғой. Қайным, сен де жеңешең көңіл көтеруді білесің. Мен де енеме барып, тамақтарын істеп, дайындап келейін. Сөйтіңіз. Иә. Қызым, Альбина, жүра ғой. Анасын аяруды күтпейміз бе? Айарылу келсін, сосын таныса жатамыз. Жарай ма? Жарайды. Жақсы ше. Жақсы қайным. Яссауиден алған ұлы батаны, Түркістаным бар түріктің отаны. Дүлей тарих тауқыметін арқалап, сан ұрпаққа тараған даңқ атағы. Қилы заманы өтті сенің басыңнан, жеңдің талай дұшпаныңды басынған. Сараң тарих таразысы кемелшеп, кездерің көп арбаласып ашынған. Түркістанда ту тігіп, түрк әлемі түрленер, жас ұрпағы ой түйіп, алар тәлім. Тарихымен тілдескен, болашақпен үндескен, Түркістаным тұраным, айбар елім. Түркістанда ту тігіп, түрк әлемі түрленер, жас ұрпағы ой түйіп, алар тәлім. Тарихымен тілдескен, болашақпен үндескен, Түркістаным тұраным, айбар елім. Санамызды сарғайтқанда сан сұра, бостандықтың атты таңы шарқырап. Күллі түрік әлеміне нұр шашқан, Түркістанда жанды өшкен шамшырақ. Жаңа ғасыр ұлы тұрын ғасыры. Жақсы, мен жұмыстарына риза болып отырмын. Барлығын әдемі салып жатыр енді. Уақыты келгенде мен барлығын
уақытысымен тапсырып үлгерсек жақсы болады. Иә, Ана жерлердің барлығын бәрін салады ғой. Мына Иә. орталық алаң болады ана жерде. Иә, мынаны ашуыңыз керек. Не ашылады, фонтан ашылады. Иә. Жақсы, рахмет. Жақсы. Аман болыңыздар. Жақсы. Бастайық. Мына қалпақтар. Жалпы жұмыстарыңа ризамын. Жақсы болып жатыр барлығы. Мадияр, саған не болды? Көңіл күйің жоқ қой. Дәрігер не деді? Дария, біз құрдық. Не айтарымды да білмеймін. Мен қызымды аяққа тұрғызам деп. Бар күш жігерімді. Мадияр, сен менен не жасырып отырсың? Өтінем, айтшы. Қалай айтарымды да білмеймін. Айтуға аузым бармайды. Бізге тездетіп ақша тауып, қызымды емдету керек. Дәрігер солай деді ме? Уақыт жоқ. Дәрігер солай деді ме? Мадияр, жасырмай айтшы, менен не жасырып отырсың? Өтінем сенен. Бел омыртқасының ісінуі емірті қорытындысы бойынша жаман ауру деп болжап отыр. Бірақ нақты емес. Жоқ. Сен не деп тұрсың, Мадияр? Олай болуы мүмкін емес. Мадияр дейм. Сен не айтып тұрсың? Мадияр, ол біздің жалғыз қызымыз ғой. Мөлдір, кеше одадан шыққан науқастың туыстары келді ме? Жоқ, қоңырау шалдық, жолға енді шықты. Сонда ол жігіт түркістандық емес пе? Алматы қаласынан болу керек. Лондонда болашақ бағдарламасымен оқып келген. Білікті маман. Іс-сапармен келген. Кешке жұмыстан шыққан кезде көлік қағып кеткен. Сен оның бәрін қайдан білесің? Бізге әкелген кезде төлік құжаттары болмады ғой. Кеше журналистер келген кезде ушу болған жоқ па? Сол кезде естідім. Иә. Қазіргі адамдар не болып кеткен? Көлікпен соғып қашып кетеді. Қашып қайда барады дейсің? Ұсталады. Жарайды қыздар, жұмыстарына кірісіңдер. Мен Айдар Сағдатұлына жолығып қайтайын. Айдар Сағдатұлы Арман Бектұров мырзамен сөйлесіп отыр. Нұрсұлтан қаласына іс-сапармен келген екен. Бұл жақсы жаңалық екен. Иә, жақсы жаңалық екен бұл. Ендеше қыздар, мен барып біліп қайтайын. Не жаңалық болып жатқанын кейін айтармын. Мамөлдір. Енді не істейміз, Мадияр? Жалғыз қызымызға көмек бере алмай отырмыз, бетіне қарап. Қолыным аузы. Өзі бізге ауырғанын білдіргісі келмейді. Бәрі менің кінәм. Қанша ұмытайын десем де, өзімді кешіре алар емес. бір күнім өтсе мәз бол.
өз қара басымды ойлап жүре беріп. Міне, аманат етіп берген отбасымды бағаламағаным үшін Алланың маған берген сынақ. Мадияр, сен неге өз-өзіңді кінәлай бересің? Айтшы. Бұл шындық. Қанша қашсаң да құтыла алмайсың. Мадияр аға, неге көңіл күйлерің жоқ, әлде бірдеңе ұнамай жатыр ма? Жоқ Айқын, бәрі дұрыс. Біз Аярудың отасына керекті қаражатты қайдан тапсақ болады деп ақылдасып отырмыз. Бәрі жақсы болса болды енді. Сіздерді Аяру күтіп қалды. Жүріңіздер. Ұйқынан тұрған болар. Мадияр, біз мықты болуымыз керек. Біз бәрін де жеңеміз. Түсінесің бе, Мадияр? Біз қызымызды аяққа тұрғызамыз. Бізде әлі барлығы керемет болады. Бақытты отбасы боламыз. Тек өз-өзіне сенші. Жарайды ма? Біз актермыз, өмір кино тым қысқа. Кім суретші, кім саудагер, кім уста. Бәрімізде басты рөлде ойнаймыз. Бөлек емес бір кадрда, бір доста. Кейбір кино аяқталар басында, кейбір кино созылады ғасырға. Ең соңында бас актердің есімі бас әріппен жазылады тасында. Жаман ауру ма? Солай сияқты. Жаман ауру ма? Солай сияқты. Бұлай болуы мүмкін емес. Мен оңай беріле салмайым. Менің қателіктерім үшін қызымның қиналғанын қаламайым. Ол әлі кішкентай ғой. Неге бұлай болды? Жаратушым, сен әділсің ғой. Менің күнәларым үшін қызым мен сынамашы. Тура жолдан тайсам, істеген қателіктерім болса кешіре көрші. Қателескенімді білем. Маған ақ пен қараны ажырату қиын болды. Ес білгелі жетімдер үйінде өсіп, әке-шешенің ыстық алақанын сезбедім. Бауырым деп ешкімге айта алмадым. Өз білгеніммен жүріп, бәріне сабырмен қарадым. Менің тағдырым осы шығар деп, барлық қиындыққа төздім. Өтінем сенен жаратушым. Барлық қателіктерім үшін кешірім сұрайым. Жалғыз қызыммен мені бұлай жазаламашы. Жеңеше, не көңіл күйлеріңіз болмай жүр? Сыртқа шықсам Мадияр ағадан оңай отыр. Айқын, сен бізге алаң болма.
Бізді алаңдатып отырған қызымыздың денсаулығы. Дәрігерлер не деп жатыр осы? Не десін? Отаны тездетіп жасату керек дейді. Ал біз отаға керекті қаражатты әлі таба алмай жатырмыз. Қомақты ақша ма? Менің әкем үлкен кәсіпкер. Мүмкін әкеме айтып көреміз. Қалай ойлайсыз? Жоқ, Айқын, керек емес. Онсыз да істеп жатқан жақсылықтарын аз емес. Әкеңе айтушы болма. Енді бізде астасып жатқан бай емеспіз. Бірақ әкеме айтсам, бір көмегін тигізер деген ой ғой мендегі. Жағдайларыңызды күнге көріп біліп жүрмін. Менің әкем негізі қайырымды жан. Мұқтаж отбасыларға көмегін тигізіп жүреді. Бүгін айтып көреміз. Келсем, Айқын. Қазіргі заманда еш ақысыз біреу үйіне кіргізе ме? Бір бөлмелі жалдамалы пәтерге 100 000 теңге сұрап отыр. Ал сенің әкең бізді еш танымастан үйіне әкеліп паналатып отыр. Айқын, мен Мадиярды көріп келейін. Сағат 11-ден асып кетті. Жарайды, Мадияр аға сыртта отыр. Мен ертең таңғы 7:40-та жаттығуым бар. Мен демалайын. Жақсы, қайырлы түн. Саған. Сіздер де демалыңыздар. Тоңып қалмадың ба? Жоқ. Мадияр, өзіңді кінәлауды доғар. Ауырып қаласың. Қызым ауырғанша. Өзімнің ауырғанымда ғой. Дәл бұлай қиналмас едім. Айарудың әрбір айтқан сөзі ойымнан кетер емес. Білесің ма маған не деген? Әке, сіз осылай өзгермей жүре берсеңіз, Алла мені сізден алып қояды деді. Дәл сол кезде төбемнен бір ыстық су құйғандай болды. Бұл өмір тақтайдай тегіс жол емес екенін білем. Дария, сен менің тағдырымды бала кезден білесің ғой. Қай жерден қате жібердім, айтшы. Болды енді. Кім қателеспейді дейсің? Пендеміз ғой. Күнәсіз адам болмайды. Періште емеспіз. Ең бастысы, істеген қателігіңді мойындау. Соны түзету. Мадияр, біздің қызымыз мықты. Оңай беріле салатын адам емес. Соған сенші. Дәрігерлер бізді уайымдамасын деп ештеңені ашып айтпаған секілді. Негізінде біздің жағдайымыз өте қиын. Мадияр, Өз-өзімізді алдамайық. не деп тұрсың? Жалғыз қызымыз ауырып жатса, бетіне қарап отыра береміз ба, ештеңе істемей? Ауылдағы ит жатамыз. Аз да болса бір еміне жетер. Солай істесек дұрыс болады. Дұрыс шешім. Бірақ Мадияр, біз мықты болуымыз керек. Біз берілмеуіміз керек, түсінесің бе? Егер сен осылай айтатын болсаң,
Бізге кім көмек бере алады, айтшы? Алло? Ау, әке. Қалайсыз? Рахмет, жақсымын. Жоқ, таңғы асын ішіп отырмын. Таңғы жаттығуға бардың ба? Мен жаттығудан жаңа шықтым. Сосын әке, сөйлесу керек еді сізбен. Балам, мен бүгін кешкісін Шымкентке ұшам. Аздаған жұмыстарым бар. Шаруаларымды бітіріп, Түркістанға барып, қасыңда 1-2 күн болам. Сол кезде жақсылап сөйлесек, жарай ма? Жарайды. Қызым? Қызым? Тұра ғой бөтақан мен. Қазір тамақ ішеміз. Сіздан соң дәрілерімді берем. Жоқ анашым, ештеңе ішкім келіп тұрған жоқ. Өздеріңіз іше беріңіздер. Қызым, сенсіз анана тамақ батпайды. Қане, жүр еркелеме. Қазір жуынамыз, тісімізді тазалаймыз. Жоқ, ішкім келмей тұр. Неге мені түсінбейсіз? Тамақ ішсем жүрегім айнеді. Қызым, неге ашуланасың? Енді өздеріңіз ғой, тамақ іш, дәрі іште беретін. Сіздер мені түсінбейсіздер. Қызым, болды. Ашуланба, ашуыңды қойшы. Біз сені түсінеміз. Тек сенің жазылып кеткеніңді қалаймыз. Түсінесің бе? Алтынымсың. Алтын қызым менің. Қане, көңіл күйіңді құртпа. Жарай ма? Күлеміз, қане? Қазір колясканы алып кеп берейін, жарығымсың. Қазір. Руслан Абатұлы, міне кеше өзіңіз сұратқан құжаттар тізімі, бір қарап шықсаңыз. Жақсы қарап көрейін. Басқа ештеңе қажет емес пе? Жоқ, қажет емес. Айтпақшы, түркі тілдес елдердің туризмін дамыту жөніндегі форум қашанға шегеріледі бізде? Ол форум 21 наурызға. 21 наурызға? Ұзатып жүріпті ғой. Жарайды, сен маған бетші, ұсынысқа кеткен соңғы үйлердің тізімін жасақтап алып кетші, сосын бір кофе алып келе. Ол құжаттарды бухгалтерия алып кеткен болатын. Алдырайын ба? Кім, Жайнада ма? Иә, Жайнада. Жайна қайта алып келсін бәрі. Жарайды, айтайын. Так, требования безопасности не допускаются. Алло, қайырлы күн Айдар Сағдатұлы. Қайырлы күн. Мен Айарудың отасына қажетті қаражатты 2 күнде тауып берем. Жақсы. Еміне кірсе беріңіздер. Айаруды ауруханаға алып келіңіздер, отаға дайындауымыз керек. Жарайды, сау болыңыз. Дәрігерге айтып қойдым. Енді ақшаны табу керек. Ауылдағы үйде ертерек сатылса болар еді. Бәріне үлгеру керекпіз. Потому что уақыт жетпей қалады ертең. Ана жақта қазір құрылыстардың бәрін тексеру керек. Жақсы. Иә? Соның бәрін қадағалашы, мен кейде ұмытып кетіп жатамын.
Бізде түстен кейін тағы қандай кездесулеріміз бар? Түстен кейін болғанда бүгін міне жаңадан ашылған ауруханаға барамыз. Сол жерде құрылыс жобасымен таныстырады. Иә, оны мен білем. Айтпақшы, кеше ақсақалдар алқасында кездесуді өткізген кезде Бекзат Саттарханов ықшам ауданы орталық көшесі мен Бейімбет Майлин көшесі бар ғой, Иә. Сол жерде салынған балаларға арналған ойын алаңы сапасысын көтермейді дейді. Қойыңызшы. Сол салған компанияны анықтап, тексеріп, алдыма шақырыңдар. Жақсы, анықтаймыз. Жиналыстың уақыты епті. 11-де емес пе? Иә. Мен осында қала берсем қалай болады? Ертеңгі кездесулердің жоспарларын бәрін дайындауға қажет болып тұр да. Жарайды. Басқа тапсырмаларыңыз бола ма? Жоқ, түстен кейін жиналыстан келген соң сөйлесеміз. Жақсы онда. Неге алмайды осылар? Так. Айжан. Айжан? Айдар Сағдатұлы, мен отадан шықтым. Ұмытып кетіппін ғой. Сәтті өтті ма? Ота сәтті өтті. Жағдай бір қалыпты. Дұрыс болыпты. Айжан, маған қазір Айарудың әкесі хабарласты. Отаға керекті қаражатты тапқан сияқты. Жақсы болған екен. Сіз өзіңізде болсаңыз, мен барып қайтайын. Жарайды. Күтем. Дария, мен Айарудың дәрігерімен сөйлесіп, ота жасататынымызды айттым. Ақша дайын дедім. Үйді ертерек сату керек. Қандай бағаға өтсе де сатамыз. Мадияр, бізде әлі ақша жоқ. Үйіміз өтпей қалса қайтеміз? Соны ойладың ба? Көреміз. Сен алаңдама. Мадияр, қалай алаңдамайын? Бізге $17,000 керек. Ал біздің үйіміз асып кетсе $8,000 болады. Қалған қаражатты қайдан аламыз? Соны ойладың ба? Сен неге тек жаман жағын ойлайсың? Бізде уақыттың аз, түсінесің ба? Бізге тәуекел жасағаннан басқа амал жоқ. Оларда адам, кішкентай қыздың өмірі. Дария, бұл өмірде де жаны жомарт адамдар бар. Бастапқы ақшасын береміз. Қалғанын ота жасатқанша тауып берем. Болды. Осымен әңгіме бітсін. Онсыз да басым ауырып тұр. Дара. Ассалаумағалейкум. Кірсем бола ма? Иә, кел. Кел отыр. Иә. Қандай мәселемен жүрсің? Мені таныдыңыз ба? Жоқ. Өткенде әкімге келгенде мен мәселемді сіз тыңдап, әкімге айтамын деп өзіңіз уәде берген болатынсыз. Есімің кім? Досжан. Досжан, сен білесің бе, күніне қаншама адамдар өз мәселесімен келеді да, мына жерге өтініштермен келеді. Оның бәрін басқа сыйдыру мүмкін емес қой. Енді мен ерекше түсінемін оны, бірақ мен ерекше жағдаймен келдім де. Мен 8 баланың әкесімін. Мынау үйдің кезегінде тұрғаныма 3 жыл уақыт өтті.
Иә, есіме түсті. Досжан, иә. Досжан, сен қай күні келмедің? Біраз болды, мен көп келем, негізі. Досжан, есіме, Досжан, сенің қазір сұрағыңды қарастырып жатырмыз біз. Шешілген уақытта біз өзіміз сізге хабарыңыз береміз. Мен сол кезде айтып едім сізге. Сіздің телефоныңыз бәрі жазылып тұр менде. Қазір ол мәселені бәрін қарастырып жатырмыз. Жақсы болар еді. Сонда да бір әкімге жолықсам болады ма? Жоқ, әкімге сіз жолыға алмайсыз. Өйткені қазір Руслан Абатұлы жиналыста отыр. Жақсы, онда жақсы хабарлар болса бір айтып қоярсыз, ә? Досжан, уайымдамаңыз. Сіздің сұрағыңыз шешіледі. Жақсы, сау болыңыз. Әйгерім, маған бүгін облыстың ішкі саясат бөлімінің басшысы хабарласады. Сол кезде маған қосып ұмытып кеттім. Жарайды. Сосын сізге білім бөлімінен Айша Айдарбекова хабарласқан. Бүгінге шақырған екенсіз. Айша Айдарбекова, тұра тұр. Бүгін екен ғой. 16:00-ге жазып қой. Е? Түсінікті. Жақсы. Шеф, рұқсат па? Кел, Думан. Думан, қалайсың, жақсысың ба? Жақсы. Қалай шаруа қалай болып жатыр? Иә. Не құжат? Мынаған істер жайлы ғой. Иә. Соң, Русеке, ана жолға айтып едің ғой, Мадияр. Соны сіз не істейміз? Өзіңізге келсін бе? Мадияр, мен ұмытып кеттіппін ғой. Сен былай істе, облыстағы бүкіл кәсіпкерлерді жинады, жиналыс ашып жағдайды түсіндір. Олар да көмектессін, біз де оған көмектесейік, жан-жақтан. Иә, оңай емес қой, бұл жерде баланың тағдыры шешілейін деп тұр ғой. Иә. Онда мен сол кәсіпкерлерді жинап, бір жиналысқа дайындап қойын, иә? Иә, бір бос уақытқа қойып қойсайшы, сосын не? Қай ауруханада ота жасалады, сол аурухананың бас дәрігерін шақыр. Жақсы. Онымен де отырып сөйлесіп түсіндірек жағдайды, иә? Жақсы. Түркістан шынымен де керемет өзгерген екен. Иә. Маған ұнап жатыр. Соңғы рет 2000 жылы бүкіл әлемдік құрылтайда болғанмын. Сіздердің өтініштеріңізбен тағы да келіп қалдық. Біздің өтінішімізді қабылдағаныңыз үшін көп рахмет. Есесіне түрленіп келе жатқан Түркістанымызды көріп, жастық шағыңыз бір еске түсіп марқайып қалған шығарсыз, Иә. Ол кезде жалындап тұрған жас едік қой. Шіркін. Арман мырза, қазір тамақтанып қайтайық. Содан соң Айарули есімді пациентіміздің жағдайымен толық таныстырам. Машинамда тұр. Келістік. Жүріңіз. Алло, Айгерім. Маған жер комитетінің басшысы немесе орынбасарын шақыр, бүгін осында келетін болсын. Сосын кімді қосшы маған? Мұсабековті. Алло, Шоқан. Снос қалынған жерлердің қаражатын барлығын түгел тапсырдық емес пе сендерге, иә? Енді неге осы уақытқа дейін жекеменшік иелері ол ақшаны ала алмай жатыр? Маған осы мәселе бойынша бүгін 4 адам келді кабинетіме. Мен саған бір апта уақыт берем, 100% бұл мәселені шешетін бол. Қайдағы 10-15 күн уақыт жоқ, бір апта. Сосын маған ана ақшасын алған жекеменшік иелердің тізімі. Және де осы уақытқа дейін неше тұрғын өзіне тиесілі ақшасын ала алмай жатыр, солардың бәрін тізімін алдыма келіп беретін бол. Жақсы.
Дария, негізі ыңғайсыз болды. Сендермен жағаласып біз де шығып алдық. Жоға, қайта дұрыс болды. Альбина аяруға серік болады. Я, бірақ балалар бір-біріне жақсы үйренісіп алды. Тіл табысып кетті тез. Анашым, мен оған орысша сөйлесем, ол мені түсінбейді. Қайдағы орысша, қазақша сөйле. Әбден мультфильмдерді көріп алады да, сосын орысша сайрайды. Бала ғой, өскен соң бәрін түсінеді. Анашым, қазақпен қазақша сөйлесу керек. Я, дұрыс айтады. Әркім өз тілін құрметтеу керек. Құрметтемесе шеттен келген біреулер қайдан құрметтесін? Тәрбие тал бесіктен дейді. Дұрыс айтасың, Салтанат. Қазіргі таңда балалар тәрбиені ата-анадан емес, интернеттен алып жатыр. Құрсын, интернеті құрсын. Мен қыздарыма интернет түгілі телефонды алып бермеген. Рас қой, Дария, неше түрлі нәрсені көресің интернеттен. Құрсын. Иә. Әкем қайда кетті? Османда жүрген. Қазір келіп қалар. Дария, Мадияр келгенше бір-екі жерлерге барып, тағы да суретке түсіп алмадық па? Жоқ, Салтанат, мен шаршап тұрмын. Ой, сен де қатырасың. Бір суретке түсіп, абысындарға мақтанайын десем, құрттың ау сен де. Ал мен кімге мақтанам? Менде абысын да, ене де жоқ. Бар қуанышым қызым мен күйеуім. Иә, дұрыс айтасың. Осылар деп жүріп қайтеу. Алло? Мадияр ма? Қалғала Мадияр. Бұл әкімшіліктен ғой. Иә, Думан ағам. Мадияр, өткен ана сенің өтінішің бойынша, иә, сол өтінішің бойынша хабарласып тұрмын. Сен қазір қайдасың? Уақытың болса тез арада әкімшілікке жетші. Қазір бара берсем бола ма? Қай уақытта барайын, Думан мырза? Қазір түстен кейін тура сағат 16:30-да бол. Жарайды. Жұмыс мәселесі шешілді ма? Ол келген сөйін айтамын. Рахмет, көп. Кешікпей баруға тырысам. Аха, тез жете ғой, е? Жақсы. Ал, құрметті әріптестер, мен Айару Мадияр қызының анализдері мен МРТ снимогымен толықтай таныстым. Енді бір сұрақ. Бұл балақайдың жүре алмай қалғанына неше уақыт болды екен? Шамамен 1 жыл 6 ай. 1 жыл 6 ай. Өте көп уақыт жоғалтып алған екен. Белі зақымданған кезде өте сәтсіз ота жасалған. Сүйек дұрыс бітпеген, қажалып нерв жүйелері қысылып қалған. Мен алаңдатып отырғаны осы. Арман Асанович, бізді де алаңдатып отырған осы. Бел омыртқа сүйек астына қан тәрізді ірің бар. Бұлай болуы мүмкін бе? Енді отаны тездетіп жасамаса, ірің денеге таралып кету қаупі бар. Ол кезде біз баланы құтқара алмаймыз. Жағдай жақсы емес. Жарайды. Құрметті әріптестер, кешіріңіздер. Мен әкімшілікке шақырып жатыр екен. Иә, сіз жұмыстарыңызды бітіре беріңіз, бізге аламыз. Ертерек барып келмесем, кешке отам бар. Білесің ба? Иә. Дайындал.
Uyqusuz өткөздім түнді, қамалып ішінде түрлі сұрақтың. Мен сенің тұнық жаныңды, түрлі қылықтарыңды ұнаттым. Ғашықтық дертіне малып, жанымды жылатып алып жұбаттым. Я Айбол, қалайсыңдар? Не болды? Жай ма? Айбол, бізге сендердің көмектерің қажет. Біз Аяруды отаға дайындап жатырмыз. Тіпті үй өтпей қалса да, құжаттарды кепілдікке өткізіп, ақша бере алатын адамды қарастыру керек. Я сол жағын қарастырып көрші. Жақсы. Я, айтам. Мадияр ма? Бізді тастап қайда кетті? Жоқ, ол емес. Османда жүрген болар, қазір келіп қалады. Мен бүгін 3 сабақтан 5 алдым. Ал сен ше? Мен қазір ауырып жүрмін. Көп сабақтан қалып қойдым. Бірақ сен де кезінде барлық сабақтан 5 алатын едім. Әлі тағы да көп 5 алатын боласыңдар, я балалар? Екеуі қыдырып, екеуін таппай қалып сөйтіп жүрерміз әлі. Иә. Қараш. Ой, Айгерім, қалай? Шаршап кеттім. Не ғой? Қазір анау Қазақ-Түрік университетіне қарасты клиника бар емес пе? Соның бас дәрігері келу керек. Аты Айдар Сағдатұлы. Сол кісі келсе, бастыққа кіріп жүреді ме, жарай ма менсіз? Маған хабарлас, бірге кіреміз. Жарайды. Жұма Саматұлы, сізге Болат есімді бір журналист келіп отыр. Бүгінге шақырған екенсіз. Сіз төменді күтіп тұр. Енді төменге кіргізбей, мына жерге кіргізіп шай бермейсіңдер ме? Кірсін маған. Жарайды. Алло, сәлеметсіз бе? Иә, жоғарыға өте берсін, күтіп отыр. Рахмет. Дария, Келдің бе? маған әкімшіліктен қоңырау шалды. Үйге қайтайық. Сендерді апарып тастап, сосын қалалық әкімдікке барам. Алла қаласа жақсы жаңалық болғалы тұр. Жұмыс табылыпты ма? Ештеңе айтқан жоқ па? Жоқ, тек келіңіз деп айтты. Келген соң сөйлесіп көреміз деді. Жұмысқа орналастыратын шығар. Жақсы. Енді жағдайың бәрін түсіндіріп айтқан едім. Я, дұрыс, барып көр. Енді не істейміз? Сендер осында қаласыңдар ма? Иә, біз қыдырамыз. Айына жылына бір шығамыз. Жақсылап қыдырып алайық. Сендер қайта беріңдер. Жарайды, біз кеттік. Жақсы. Руслан Абатұлы, Айдар Сағдатұлы келіп тұр, кіргізейін бе? Келді. Келсіз жақсы шығыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қош келдіңіз, келіңіз. Қош көрдік. Айдар Сағдатұлы, біріншіден қош келдіңіз. Шақыртуларыңызға рахмет. Сізді шақыртып отқан себебіміз Аяру есімді кішкентай балапанымыз. Қазір қиын жағдайда жол апатына түсіп, бел омыртқасынан қатты зақым алып, қазіргі таңда мүгедектер арбасына таңылып отыр. Енді осы турасында біздер енді Думан өзі біледі, кәсіпкерлердің барлығын жинап, қомақты қаражат жинап қойдық.
осы айару кішкентайымызға бір көмектессек деген ниетіміз бар. Тұрмыстық жағдай өте нашар, әке шешесінің жағдайы жоқ, бірақ осы қызының ауруына бола ауылдан арнайы қалаға көшіп келіп отыр. Иә, Руслан Абатұлы, ол отбасымен біз жақсы таныспыз. Қыздары біздің клиникада ем алып жатыр. Балаға ота жасатпасақ, жүре алмай да қалуы мүмкін. Бел омыртқасынан ауыр жарақат болған. Менде бір сұрақ бар. Мынау ота жасалып болғаннан кейін қыз аяғына тұрып жүріп кетеді деген кепілдік бар ма? Енді білесіз ба, біз қолымыздан келген барын жасаймыз. Мынау ота өте күрделі ота болған соң, біз арнайы Германиядан білікті нейрохирург дәрігерін алдырып, бүгін күтіп алдық. Қазіргі таңда айарудың анализдерімен танысып, консилиум жасап жатырмыз. Жалпы енді Айдар Сағадатұлы, сіздің кәсіби білікті маман екеніңізді білем. Рахмет. Сырттай сіздің жұмысыңызға қанықпын, таныспын сіздің жұмысыңызбен. Сондықтан да енді не де болса бұл оңай шаруа емес, сондықтан да сізге сәттілік тілеймін. Рахмет, әрине, Алла қаласа. Енді біз қолымыздан келген барын жасаймыз. Халыққа әрқашанда адал қызмет етуге дайынбыз. Жағдайыңызды көріп тұр. Қанша көлікті тоқтаттық. Алып кетесіз қайтеді. Жол ақысын төлейміз ғой. Болмайтын нәрсеге жүйкең тоздыра бермеш. Кішкене сабыр сақта қазір тоқтайды ғой. Жаяу қайтайықшы, ауа райы тамаша болып тұр. Қызым, күн жылы болғанмен аздап аяз бар. Салқындап қаласың. Жоқ, мен жарап жатырған жоқпын. Қазір мен одан да таксиге қоңырау шалайын. Алло, такси ма? Біз мынау неде кесене жақта едік. Айдар Сағдатұлы, сізге көп рахмет. Осындай қиын қыстау заманда қол ұшын созып жатырсыз. Сіздің білікті маман екеніңізді жақсы білеміз. Енді бізге әкесі келіп жағдайды баяндағаннан кейін біз қыздың тағдырына бей-жай қарай алмадық. Қаражатты кәсіпкерлер жинап қойды. Сіз тек клиникаңыздың реквизитін бізге қалдырсаңыз, Думан Саматұлы қарай осы шаруамен айналысады. Араларыңызда бір сұрақтар бірдеңе болса, осы Думан деген кісімен шеше беріңіздер. Бәрін өзім қадағалаймын ғой. Рахмет сіздерге шақыртуларыңызға. Сіздер сияқты халықты ойлайтын басшылар көп болсын. Кешке отам бар еді, мен барайын. Сізге сәттілік, жұмысыңызға табыс тілейік. Аман болыңыз. Жақсы. Мен шығарып салайын, соң реквизиттарын алып қаламын. Жақсы. Мөлдір, осы 7-ші палатадағы бекарыстың жасы нешеде? 15 жаста. Айтқандай, кеше бекарыс бүкіл аурухананы қорқытыпты. Мақпал апай есінен танып қапты. Масқара, есі дұрыс па өзінің? Қыздар, айтпақшыдай, менің тонометрімді көрдіңдер ме? Қайда қалдырғанымды білмей жүрмін, көрмедіңдер ме? Жоқ, мен көрген жоқпын. Жарайды, өзім тауып алармын. Осы Марат ағай қызық. Әйтеуір бір затын жоғалтады да жүреді. Сен де өткенде градус негін жоғалттың ғой. Қойыңызшы сізде. Жоқ, сен отчеттардың бәрін дұрыстап дайындап қой. Ассалаумағалейкум, Думан мырза. Мен ғой Мадияр. Мадияр кішкене қоя тұршы, қазір әкімге бірге кіреміз. Жарайды. Не, Жайна, соң мен қазір қолым босаған соң хабарласайыншы өзімге, жарай ма? Давай.
Да. Руслан Абатұлы. Анау, Мадияр жігіт кеп тұр. Шақырайын ба? Кірсін. Кірсін ба? Жүр, кір. Ассалаумағалейкум. Кел, жайғас. Мадияр, енді іске көшейік. Аяру қызымызға байланысты жағдайдың бәрін білеміз. Амай сен жазылып кетсін, аяққа тұрып кетуіне тілектеспіз. Думан Саматұлы, кәсіпкерлер қаражат жинақ қойды. Енді осы сіздің қызыңыз емделіп жатқан клиникада, қызыңызға ота жасайтын клиникаға керек қаражаттың барлығын аударып қойдық. Сіз еш уайымдамасаңыз болады. Рас айтып тұрсыздар ма? Әрине. Саған айттық қой көмектесеміз деп. Рахмет аға. Оқашы. Алла разы болсын. Өзімізде қиналып жүредік. Бәрі жақсы болады. Рахмет. Бұл жаңалықты жарыммен бөлісіп қойын. Ол да қуанып қалсын. Далаға шығып бөлісесің. Рахмет аға. Рахмет. Жақсы, аман бол. Мен шығарып салайын соң екен. Айқын! Айқын, біз келдік, есікті аш. Қазір қызым. Айқын! Келдім. Жеңеше, келіпсіздер ма? Қалай қыдырдыңыздар? Жақсы. Салтанат жеңешем бастарыңызға ата жіберген жоқ па? Жоқ, қайда жақсы болды. Ішіміз пысқан жоқ, қызымыз екеуміз бір сергіп қайттық. Я, қызым? Я, маған да. Саған наша болды ғой, сол қыз. Мадияр аға қайда? Көрінбейді ғой? Ол өз шаруаларын бітіруге келді, бізді әкеліп тастады жаңағы. Жарайды, онда жүріңіздер, үйге керек. Есік алдында тұрып қалыппыз ғой. Кел. Айқын? Өзің не істедің? Жаттығуың қалай болды? Барып жаңа келдім. Айтқандай, бүгін әкем келеді үйге. Қазір Шымкентте бір шаруалармен жүр. Керемет. Онда мен тез барып, дәмді тамақ әзірлейін, жарай ма? Жүріңіз. Алло, Жанар, қалайсыңдар? Қыздар қалай? Жақсы, менде бәрі жақсы, рахмет. Иә, жұмыстарды бітірдім. Құжаттардың бәрін өзіме аударып алдым. Ақшаларын счеттарына жібердім. Дайын тұрған бизнес. Кондитерлік тәттілер бар. Нан шығаратын цехтары бар. Колбасный цехта аздаған жұмыстар бар. Бәрі жақсы. Жанар, жақсы, мен Түркістанға жолға шығам. Қыздардың беттерінен сүйіп қой. Жақсы, хабарласып тұрам ғой. Жақсы, сүйдім. Тасқын, мен сенімен келісіп қойған едім ғой. Неге де уәдеңде тұрмайсың? Ол бизнес бауырым. Мен саған кәмпит беріп алдай салатын жас баламын ба? Бастық атанбаш. Тасқын деймін. Құрып кеткір, телефонын тастай салды. Тоқа, не болды, тыныштық па? Қайрат менің алдымда ұрып кетті. Нұрсұлтанға қоныс аударса да, маған қасар соң қояр емес. Қайрат деген кім? Танима мен? Сен көрмегенсің. Мен есік танысым. Қап, бүкіл жоспарларымды күл талқан етті. Маған тез арада Қайратпен сөйлесу керек. Сөйлесеміз. Қаласың жестко сындырамыз, братан. Любой кипиш. Алдымен өзім сөйлесейін. Мен көре жатармыз. Өзің білесің. Осынсыз менен. Мен келдім.
Мадияр, тыныш. Айару ұйықтап қалды. Тым жақсы көңіл күймен келіп еді. Үйге келіп, мазасызданып кетті. Біраз болды ма ұйықтап жатқанына? Иә. Айтпақшы, саған Айбол хабарласты. Сен телефонды көтермеген соң мен сөйлестім. Мадияр, ауылдағы үй сатылмай жатыр. Бұл үй әзірге өте қоймас. Мүмкін банктен несие алармыз? Қалай ойлайсың? Банк бізге несие бере қояды деп ойлайсың ба? Енді үйдің құжаттарын кепілдікке қойсақ та бермей ме? Дария, бізге енді үйді сатудың да, несие алудың да қажет жоқ. Қалай? Сенің күйеуің дәл қазір қала әкімінің қабылдауынан шықты. Сонымен жұмыс табылыпты ма? Жұмысқа сені орналастырды ма? Жоқ, орналастырамыз, қарастырып жатырық деді. Сосын мен диплом бойынша тауып берсеңіздер деп өтініш жасадым. Бар болған сол ма? Дария, білесің ба? Қала әкімі Руслан Абатұлы бізге керекті қаражатты клиникаға аударып қойыпты. Тіпті Айдар Сағдатұлының өзі әкімнің қабылдауында болған екен. Біздің қызымыздың отасы бойынша. Мадияр, сен қалжыңдап тұрған жоқсың ба? Несін қалжыңдайын, рас айтам. Мадияр, рас айтасың ба? Шыны керек сене алмай тұрмын. Мадияр, біздің қызымыз аяққа тұра ма? Әрине. Мадияр, Енді, шыныңды айтшы. шынымен, енді бізде бәрі жақсы болады. Алла қалап, қызымыздың отасы сәтті аяқталып, аяғынан тұрып кетсе, бізден бақытты жан жоқ шығар. Аллаға сансыз шүкір. Мадияр, мен сондай бақыттымын. Айтпақшы, бүгін Айдар Сағадатұлы мен Айжан ханым күні бойы хабарласты. Ұялғанынан телефонды алмадым. Енді ақша табылмай отырғаннан кейін осы хабарды айтайын деген ғой бізге. Солай шығар. Жүр, қызымызды оятайық, бір қуантайық. Айару. Алло? Иә, тыңдап тұрмын. Қайырлы кеш, Қайрат. Қайырлы кеш. Кім екен бұл? Мен Тоқтар. Әлде танымай тұрсаң, айтайын. Сенің бұрынғы серіктесің. Тоқтар. Иә, таныдым. Маған телефон соққаныңа қарағанда маңызды шаруаң бар ғой деймін. Өзің де біліп тұрсың ғой, бұл телефонмен сөйлесетін мәселе емес. Мен Түркістандамын, бірақ бүгін қолым тимейді. Ертең сөйлесейік. Мен сенің қонағым етейін. Ертең кездесетін жердің мекен жайын жазып жіберемін. Қызым, сәл шыда жаным сол. Алла қаласа бізде бәрі жақсы болады. Әкең де, мен де үнемі сенің қасында боламыз. Айару қарындасым секілді болып кетті. Бір күн жаттығуға бармасам да, сенің қасында болуға тырысамын. Әне, көрдің бе қызым? Сен болсаң уайымдап жүрсің, қорқып. Әлі бұл қиындықтың бәрі артта қалады. Өзің айттың емес пе Айқын ағаңа? Ертең жазылған соң сізбен бірге футбол ойнауға барам деп. Жазылып кетсем барар едім. Отадан соң нәтижесіз болып қалмай ма? Қызым, қой, қайдағын айтпа. Жақсы сөз жарым ырыс дейді.
Жарайды. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Ассалаумағалейкум. Әке? Қайырлы кеш. Балам қалайсың? Қайреке, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Саламатсыз ба? Сәлеметпіз. Қалайсың? Жағдайың қалай? Жақсы. Мынау саған міне. Рахмет. Қалай? Ұнады ма? Өте әдемі екен. Несіне әуре болдыңыз? Ештеңе етпейді. Әке, неге ертерек келетініңізді айтпадыңыз? Тамақ дайындап қоятын едім ғой? Тосын сыйлық жасайын деп келдім. Жақсы. Жарайды, мен онда барып шай қойып келейін. Дария, тездетіп шай қой. Қалай? Жақсысыңдар ма? Жақсы, жақсы. Өзіңіз жолдан қалай шаршамай келдіңіз ба? Жақсы, шүкір, аман есен келдік. Айтқандай, отаны қай уақытқа жоспарлаймыз? Сіздер қалай ойлайсыздар? Отаның күрделілігіне байланысты кемінде 8 сағатқа созылуы мүмкін. Сондықтан да таңғы уақытқа қойғанымыз дұрыс. 8 сағат. Айтқандай, Айжан, сіз ата-анасымен сөйлесе алдыңыз ба? Бүгіндікке бірнеше рет қоңырау шалдым. Жауап бермеді. Сөйлестім. Ертең ауруханаға жатқызамыз. Аяруды отаға дайындаймыз. Ендеше отаны дүйсенбі күнге белгілейік. Қалай ойлайсыздар? Дүйсенбі. Айдар Сағдатұлы, сіз не дейсіз? Болды, келістік. Астанаға отырыңыздар. Жарайды, рахмет. Рахмет. Ауруханаға ертең жатқыза ма? Иә, бұйыртса ертең апарамыз. Менен қандай көмек керек? Қысылмай айта беріңдер. Қолымнан келгенше аянбаймын. Сізге алғысымыз шексіз. Айқынға да үнемі айтып жатырмын. Ойланбастан ауылдан қалаға көшіп келдік. Баратын жеріміз болған жоқ. Қаншама жалдамалы пәтерді іздедік. Бағалары ұшып тұр. Екеуміз де жұмыссызбыз. Оны қалай төлейміз деп те ойландық. Сосын сіз хабарластыңыз. Ай бол, досым ғой. Ана әскерде бірге болғамыз. Сол қоңырау соғып тұр. Алло, Қайреке, Мадияр деген досым бар еді. Жаңа отбасын құрған. Анау орналасып алғанша сіздердің үйлеріңізде тұра тұрсыншы деді. Жарайды, келсе келе берсін дедім. Қайреке, бұл жақсылығыңызды ешқашан ұмытпаймыз. Ертең жұмыс тауып орналасып жатсам, пәтер ақысын төлеп тұрамыз. Ой, қой! Керек емес. Одан да оны мына қыздарыңның еміне жұмсаңдар. Айтпақшы, өзің қандай мамандықты бітірдің? Мен осы Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-Түрік университетінде экономика факультетін бітірген. Жақсы екен. Тәжірибең бар ма? Енді аздап. Жарайды, кейін сөйлесеміз. Тамақтарын ішіңдер. Ішіңіздер. Арман Асанович, сізбен де дұрыс таныса алмадым. Қазіргі таңда Германияда тұратыныңызды білеміз. Жалпы қай өңірдің тумасы боласыз? Мен негізі өзім Алматының тумасымын. Асфендияров атындағы медициналық академиясында білім алдым. Одан кейін Ресейде және Израильде жалғастырдым. 2 жыл Нұр-Сұлтан қаласындағы ұлттық нейрохирургия орталығында қызмет болдым. Кейін Германиядан ұсыныс түскен соң қоныс аудардым. Германияда қанша жыл болды жұмыс жасап жатқаныңызға? Кеткеніне 5 жылдан асты. Біраз болды. Иә, басында үйрен салмай әбден қиналдым. Қазір бәрі тамаша. Енді сіз жайлы Айжан айтқан кезде біраз зерттедік. Сапармен сәті түсіп Астанаға келіп қалған екенсіз, қуанып та қалдық. Германияда болсаңыз да шақыртатын ой болған. Иә, әрине. Сіздей білікті маманмен тәжірибе алмасу үлкен мәртебе. Әрине. Ілтипаттарыңызға көп рахмет. Уақытта біраз болып қалды.
Қас, даяршы? Сәлем, көрші, қалайсың? Сәлем. Жазира шықпады ма? Білмедім, жаңа шығам деген еді ғой. Келе жатыр ғой, сәлем Жазира. Сәлем. Мені күтіп тұрсыңдар ма? Жоқ, не болды? Жай сұрадым. Қайда шықтың? Анам дүкенге жұмсап жатыр. Барасың ба? Жарайды, қазір үйге кіріп ақша алып шығайын. Бірақ тез шық. Жарайды, тез шығам. Дастан, аяғыры шықпады ма? Жоқ. 11-лерде шығам деген ол. Қайда қойдым екен, а? Осы үйде шайтан бар ау. Қойған заттың бәрі жоғалады да қалады. Мадияр! Сен қайдасың? Айта бер, мен жуынып жатырмын. Мадияр, Аярудың қызыл түсті трикосын көрмедің бе, таба алмай жатырмын. Жуып қойып едім. Жоқ, көрмедім. Дұрыстап қарасайшы, бір жерде тұрған шығар. Мұнда да жоқ. Мұнда да жоқ. Есімнен адасатын шығармын. Қайда қойдым екен, а? Қызым? Ау, анашым. Қызыл түсті триконы көрмедің бе? Анашым, сіз мұнда салып қойыпсыз ғой? Қап, ақмақ басымай. Есімнен шығып кетті ғой. Әкел, жақсы болды. Қайки? Ақылдың сол. Шығамыз ба? Иә, қазір әкем жуынып жатыр. Жуынып болсын, содан кейін шығамыз. Мадияр! Болса шен 2 сағат болды ғой шомылып жатқанына. Қызым, әкең ұзап кетті ғой, барып көріп келейін. Жарай ма? Иә. Мына сөмкені мұнда қоя салайын. Қазір алып кетеміз. Мадияр? Айару, не істеп жатсың? Біздің Айару өте мықты қыз. Ертең саған ота жасайды. Сосын біздің үйге өз аяғымен жүріп келетін боласың, иә? Тезірек жазылып кетсем дұрыс болар еді. Достарым да көп болады. Сенің онсыз да достарың көп қой. Көрші балдардың бәрі сені жақсы көреді. Қайдағы бәрі маған жан ашып қарайтын сияқты. Жоқ, сен олай ойлама. Мені көрсе бәрі Айару сыртқа шыға ма деп сұрап жатыр. Білмедім, маған солай көрінеді. Бұл сенің өзіңнің ойың шығар. Ештеңе етпейді, әлі бәрі жақсы болады. Дастан, сен әлі отырсың ба? Иә. Ешкім ашпай жатыр ғой. Үйіне кіріп қарасайшы. Кірдім, ешкім жоқ. Онда қыдырып кетіп қалған шығар. Айтпақшы, Айару кеше ауруханаға кетеміз деген. Онда шықпайды. Амина, біз неге барасың ба? Жүр барайық. Мен ше? Сен үйіңе баршы. Ал, дайын болсаңдар, мен такси шақыра берейін. Мадияр, біз дайынбыз. Жоқ, тағы да бір рет қарап шығайын, ештеңе ұмытып кеткен жоқпын ба? Иә, қарап шық, керекті заттар қалып кетпесін. Ал Айару, отаң аман есен сәтті өтсін. Мен де босып жатсам барам, жарай ма? Келіңіз Айқын аға. Болдым, ештеңе ұмытпаппын.
Такси шақырды ма, келе жатыр ма? Жоқ, енді хабарласам. Сыртқа шыға берейік жүрін. Жақсы. Тәгі, кеше мен сіз айтқан мекемеге бардым. Ол жерге емдену үшін бізге кемінде 50% акциясын алу керек. Міне, көрсеңіз болады. Бұл жерді өзім көрейін бірінші. Кейін ақылдаса береміз. О, Қайрат. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Ассалаумағалейкум. Неге келмеймін? Тоқтар, сен мені жақсы білесің. Шақырған жерден қалмауға тырысам. Неге тұрсың? Отырсаңшы. Сен менің бүгін қадірлі қонағымсың. Алдырайын қараға. Не жейсің? Ештеңе керек емес. Рахмет. Мені бекер шақырмағаныңды түсініп отырмын. Әңгімені созбақтамай, бірден іске кіріссек қалай болады? Өзіңнің де ішің сезіп тұрған шығар. Сенің ақылды жігіт екеніңді мен білемін. Қайрат, маған айтшы. Менің аяғыма оралғанды қашан қоясың? Уәделесіп қойған дайын бизнеске арналған цехтарды ұсынған ақшамнан жоғары ақша ұсынып алып кеткейсің. Бұның еркектікке жата ма? Тоқтар, сенің іштарлығың қалмапты. Біріншіден, тасқын маған ол жерді өзі ұсынды. Дайын тұрған ақшам болған соң сатып алдым. Мен сенің аяғыңа оратылған жоқ. Ал екіншіден, тәтті аузың дәмін бұзбайық. Керек болса менен сатып ал. Сенен сатып алмаймын. Білесің ғой мен. Екінші болғанды ұнатпаймын. Ендеше маған не дейсің? Бас қайтарың болмаса мен кетейін. Қайрат, бұл мен әңгіме біткен жоқ. Қызықтың көкесі әлі алда біліп жүр, түсіндің бе? Алда болса, әрдайым қасыңда болуға тырысам. Жақсы. Әбден басынайын деген екен. Түсінікті. Құрметті әріптестер, мен әрдайым айтып жүрем. Шипа алладан. Біз тек себепшіміз деп. Кеше Айдар мырза мен Айжан ханыммен кешкі асты бір кешкен болатынбыз. Сол жерде айырудың да ота жөнінде ақылдастық. Біраз сөз қозғалды. Ота бел омыртқаға жасалатын болған соң оңайға соқпайды. Арман Бектұров, мен сізбен толықтай келісемін. Айарудың ата-анасы да келіп қойды. Дәрігер Нұрқасым мен Алмас палатаға орналастырып жатыр. Жақсы болған екен. Онда айыруды жайғастырып болған соң маған айтыңыздар. Баланың өзіме жеке қалып сөйлесіп көрсем бе деймін. Әрине, отан алдында бір сөйлесіп шыққаныңыз да дұрыс қой. Оның үстіне әлі кішкентай бала. Қорқынышы да басым. Айарумен қазір психолог мамандар жұмыс жасап жатыр. Өте орынды. Отаның сәтті өтуіне адамның ішкі жан дүниесі мен өмірге деген құштарлығы көп септігін тигізеді. Ішкі рухың мықты болса, кез келген ауруды жеңіп шығады. Олай болса, іске сәт. Алла қуат берсін. Алла жар болсын. Шыға беріңіздер. Айдар мырза. Айырудың ата-анасы келді ме? Бағана келіп кетті деді ғой. Қазір осында шығар. Жеке сөйлессін бе деймін. Әрине, жүріңіз. Біздің қызымыз жазылып шығады ғой, е?
қатты жүрегім қысылып тұр. Сәл сабыр етші. Дәл қазір саған басып айтатын шамада емеспін. Мен де қобалжып отырмын. Көзі алақандай болып отыр. Қолынан да, тамырынан да қан алып жатыр. Анашым мені уайымдамаңызшы деп қояды. Қызым ай, кішкентайынан көрмеген қиындық жоқ. Өзім шаруалар. Басқа не істей аламыз? Айдар Сағадатұлымен сөйлеспедің бе? Жоқ, әлі көрмедім. Өткенде жаман ауру болуы мүмкін деп қорыққан еді. Я мен барып сөйлесіп келейін онда. Қазір. Қызым-ау. Жазылып шықса екен аман-есен. Құдайым, жаратқан ием, өзімізге сабыр бере гөр. Қане, аяру, ақырындап тұрамыз. Жоқ, мен тұруға қорқамын. Қызым, дәрігердің айтқанын жаса, жарай ма? Құлап қалсам ше. Қара, менің қолым сезіп тұрсың ба? Иә. Көрдің бе? Енді қорықпа. Тұрамыз да ақырындап жүреміз. Жай қоямыз. Жай қоямыз.
Жай, Қорқпа қызым. Қорқпа. Жай. Қане. Жай. Қорқасың ба? Жай, бас. Жай. Болды, артта қалып. Әкеңнің қолынан ұста. Менің қызым өз аяғымен жүрді. Емектеріңіздің жемісін көрдіңіз. Бұл күнді біз қанша армандаған едік. Жай, бас қош. Қорқпа. Мен жүрді. Қызым. Мен сіздерге. Қанеке. Ақылды. Жарай, ақырындап. Қане? Қорқпа қызым. Мадияр. Біздің қызымыз жүрді. Жарайды, уайымдамаңыздар. Бәрі жақсы болады. Рахмет сіздерге. Жақсы. Сау болыңыздар. Айыру. Енді ауырмаймыз, Жақсы. Рахмет сіздерге. Болды қызым. Мадияр, айырылып жатқызамыз орнына. Мен Көп шашауға жүрсем бола болмайды. ма? Жоқ, көп шашауға болмайды. Арман, сізге үлкен рахмет. Оқасы жоқ. Сіздермен әрдайым тәжірибе алмасуға дайынмын. Рахмет. Айару, сен кішкене жатып демал, жарай ма? Мадияр, енді аптасына 2 рет ауруханаға алып келіп тұрасыздар. Жаттығулары бар, әлі емі тоқтаған жоқ. Әлі емі бар. Жарай ма? Міндетті түрде. Айжан ханым, біз енді бара берсек бола ма? Сіздер бара беріңіздер. Айару тынығу керек. Жақсы. Қызым, қорқма. Бәрі жақсы болады. Жатып кішкене демал. Жүріңіздер, Дария. Мадияр. Сіздерге келші жүгіретін боламын. Құдай қаласа алтыным. Қызым, біз қазір келеміз. Уайымдамаңыз. Маған сатып ал дей ма? Көрсетемін мен оларға әлі. Тоға, қайтесің Ашулан? Олармен басқаша сөйлесу керек еді. Баста айттым ғой саған. Жоқ, әзірше болмайды. Қайрат ақымақ емес. Ол бірден бізден күдіктенеді. Шеф, сатам деп отыр. Қатты керек болса неге сатып алмайсыз? Ақымақ. Қайраттан сатып алсам, ол 2 есе бағаға сатады ғой маған. Одан маған не пайда? Сен оны ойламадың ба? Меніңше Қайрат пен Тасқын ақылдасып алған секілді. Мен де солай ойлаймын. Неге сіз дұрыс айтасыз? Мен дұрыс айтам. Маған қосыла бермей, бір адам құсап, ұсыныстар айтсаңдаршы. Не айтсақ болады екен, Так. Тоға, мүмкін плов центр ашармыз? Нормальный идея. Плов центр болмайды. Онсыз да аяқ басқан сайын толып жатыр. Енді идея. Айтқаным. Дұрыс идея айтсаңдаршы, ойлансаңдаршы, сәл бастарын істетіп. Түн келіп басқанда күндізімізді
екеуміз бір жарық шаша алмадық. Шын сүйдік жүректен бір-бірімізді, амал не тағдырдан аса алмадық. Жастамды көзімнен есіме түссе, үмітім үзілді күн өткен сайын. Ешкімді ешкімге қоспайды күшпен, түсінсе көңілмен сезімнің жайын. Жазғаныңа